Ассалаумағалейкум қазақ елі. В общем, менен мынандай жағдай болды да, жаңа таксовать етіп жүрмін ғой өзімше болып. Яғни бір қазақтың жігіті отырады да, орысша сөйлеп қалған, өзінше да. Яғни точно олдық емес, точно қаланка да. Орысшаға жатып алған әйтеуір. Брат, Каспий есть дейді. Ол қазақша айтып отырмын да, Каспийімді осылай. Мен түсінбеймін ғой дейді. Яғни да, прям қазақ десе өзіне тиіп жатыр же, кәдімгі андай қазақша білмеймін деп ше. Кезіндегі айтамын да, батырларымыз Махамбет пен Сырым, хандарымыз Керей мен Жәнібек қанын төккен, осы елге жасын төккен, біз орыстанып кету үшін төккен жоқ. Біз андай қазақ деген атымыз қалу үшін төкті да. Қазіргі жастар істеп жатқан осы да. Әлихан Бөкейхановтың жақсы сөзі бар ғой, егер тірі болсам еліме қызмет етпей қоймаймын деп еді. Сол үлгімен жастар жүру керек, сол үлгімен. Ал қазіргі жастар істеп жатқан осы.